Ақмақ дос. Бір мырза орманнан бір аю баласын ұстап алып, үйіне алып келіп, сонша жақсы күтіп асырапты. Бір күнде мырза қатты ауырып, бір айдай төсектен тұрмай жатып, сол уақытта аюды да қарағысы кісі болмай, бұл да қатты жүдеп зарығыпты. Аурудан аз ғана тәуір болған соң, мырза бір күні далада есік алдына отырып, күннің жылысымен маужырап қалғиды. Бірақ маңдайына беті шыбын қонып шыдатпайды. Соның бәрінде манағы аю көріп отыр екен. Мырзаға тыныштық бермегені үшін шыбынға қатты кейді. Сөйтіп, аю ыза бола тұра жұлқып кеткенде, шынжыры үзіліп кетіп жүгіріп барды да мырзаның бетіне табанымен салып келіп кеткенде, мырза қалпақтай ұшып сол жерде-ақ жан тапсырды дейді. Бұл іс Дәуіт пайғамбардың заманында болған екен. Аюды халық пайғамбарға сүйреп алып барды. Бұған қалайша жаза береміз деп. Әзірет Дәуіт аюдан сұрады: не себепті қожаңды өлтірдің? Аю жылап айтты дейді: қожам мені баласындай күтіп асыраушы еді. Ол ауырған уақытта мені күткен кісі болмай, қожамның жазылуын тілеп зарықтым. Бүгін сол аурудан тәуірірек болып, қожамның далаға шыққанына қуанып қарап тұрғанымда, мырза есік алдында отырып қалғиын деп еді, шыбындар тыныштық бермеді. Соған ашуым келіп ұрғанымда қожам не себептен екенін білмеймін, өліп қалды. Мен қожама қастық ойламадым, шыбынды қайрайын деп едім, деді.